Сәлем достар, бүгін тұсаукесер туралы айтатын боламын. Тұсаукесер Аллаға серік қосу ма? Баланың тұсауы кесілмесе, бала сүріншек, жолы жаңылшақ болады, яғни тағдырына әсер етеді деп сенеді. Ал сол тұсаукесер салтқа да, табиғатқа да жатқызылатындығын біле бермейміз. Бұның түбінде хисса мен табиғи болмыс жатыр. Ендеше әуелі аңыздарға жүгінейік. Әл-Хисса адам алейхиссалам және Хауаны жерге түсірілген уақытта алғашқы қадамдарын баспас бұрын енді бір әфсаналарда некесі қосылып қоймас үшін адам атаның аяғын мал шегімен Хауананың аяғын жасыл шөппен тұсаулап, оны Микаил мен Исрафил періште келіп лағыл сапты кездікпен кесіпті дейді. Кездіктің жүзін жоғары қаратып кескен делінеді хиссада. Осыған сүйенсе керек, қазірде осы амалды ырым етіп жүрміз. Сондықтан ертеректе ер баланың тұсауын малтабар бол деп, малдың ішегімен қыз балаға өз өркенде деп жасыл шөппен кесетін болғанмыз. Алайда тұсаукесер салты өз кезегімен тек бұдан алып тұрған жоқ. Оның артында табиғи заңдылық жатыр. Олай болса, назар салып көрелік. Ертеректе тұсаукесер рәсімі қалай өткізілетін еді? Баланың тұсауын кесер кезде арнайы дайындалатын тойшыл ел асаба тоябаларда шақырып тәттілер қойылған дастарханда жаяды. Және де ауылдың 7-8 жасар балаларын жинап, оларды белгілі бір межеге дейін жүгіріп барып келуін тапсырады. Балалар жүгіріп кеткен кезде тояба баланы ортаға шығарып, қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, қаз балам, қаз балам, тақымыңды жаз балам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін, қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық, қаз балам жүре ғой, балтырыңды түре ғой, тай құлын боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой, қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер, жүгіре қойшы құлыным, желбіресін тұлымың, елгезек боп ерінбе, ілгері бас шегінбе дегендей жырға басып, тұсау жібін қиюға дайындалады. Осы кезде жүгіріп кеткен балалар белгіленген межеге жетіп, қайтадан балаға қарай бар екпіндерімен жүгіріп келе жатады. Желаяқ балалар жақындаған кезде тұсау кесуші өзгенің ала жібін аттама, қиянатты жерге барма, әрбір жүрген қадамыңа Алла нұр жаудырсын деп жіпті тұсауды кездіктің жүзін жоғары қаратып ұстап жіпті кесіп жібереді де жүгіре жеткен балалардың ішінен суырыла шыққан алғашқы екі балаға екі қолын алақандарына беттестіріп ұстатып қояды. Ентігіп тұрған балалар балақайдың алақандарына алақанын қойып, оң қадам тайды қаз деп тайтайлатады. Мінекей салттың негізгі мәйегі жүгіре келген екі бала тұсауы кесілген бүлдіршіннің екі жағынан жетелеп алақандарына алақанын жабыстырып жүруінде болатын. Мұны медицина былай қуаттайды. Жүгіріп келген баланың күш-қуатты энергиясы, яғни алақанына шығып тұрады. Сол энергиясы шығып тұрған алақанына тұсауы кесіліп тұрған бүлдіршіннің алақанын жанастырғанда қуат бірінші адамнан екінші адамға өтеді дейді. Бұл ғылым жаңалығы. Осы үрдіс тек тұсаукесер сәтінде емес, тірек қимыл нашар, әлсіз балаларға ұдайы жасалып тұрған. Қазірде ипотерапия ғылымдарда жылқыға міну, жануарларды сипалау секілді жас балалардың күш-қуатын пайдалануда керектігін алға тартады. Себебі жас баланың қуаты жүгіргенде, қатты қимылдағанда алақан арқылы сыртқа шығатынын айтады. Бұны ертеден білген қазақ тұсаукесер салтын осы амалға негіздеген еді. Кейін салт мәйегі болған бұл бөлігі орындалмай, негізсіз сән үшін жасаған әрекеттері ғана қалды да, оған еш негізсіз ырым-сенімдер қосылып кетті. Яғни тұсауды қайшымен қимайды, пышақпен кеседі, ала жіп болу керек, ер адам кескен жөн, тұсау кесілмесе сүріншек болады деген қисынсыз ырымдар пайда бола бастады. Сондықтан тұсаукесерден тағдырға әсер ететін ештеңе іздемей, тек той-думанның себепкері етіп тойлаған жөн екен.